Ыбырай Алтынсарин «Әке мен бала» әңгімесі. Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына былай дейді: «Балам, анау тағаны ала жүр». Сонда бала әкесіне: «Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын?» деп жауап береді. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетіне темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайрылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатып жіберді. Одан біраз жер өткен соң, шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бір талай шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем-бірем алып жеп, баласына қарамай, аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң, әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала да тым қызығып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салды. Ол біткен соң және бір шие, одан біраз өткен соң бір шие, сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп, жерден алып жеді. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып баласына шиені орамалымен беріп тұрып былай дейді: «Көрдің бе балам, бағана тағаны жамансынып, жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеюдің орнына 10 еңкейдің балам». Бұдан бұлай, мыналар есіңде болсын: аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен де құры боласың деді. Қымбатты оқырман, Ыбырай Алтынсарин атамыздың әңгімелерін бірге оқиық.